1845 дүниеге келіп, 1904 дүниеден өтті. Ол кісі Семей уезі Шыңғыс облысына дүниеге келген. Ағартушы, ақын, жазушы болған. Атасы Өскенбай, арғы атасы Ырғызбай, әжесінің аты Зере болған. Ол кісі әңгімешіл, жұмсақтау болған. Ал анасының аты Ұлжан. Ол кісі де әңгімешіл, жуас болған. Абай ақын кемеңгер, терең ойлы, ар намысты, ожданды, абыройлы, әдемі сыншыл өлеңдері қалдыра толғанып жайлар бойда. 45 қара сөзі мұра қылған, бастау алған халықтан, асыл жырдан, үлгі болған ұрпаққа әрбір сөзі тайдырмайды біздерді тура жолдан. Абай Құнанбаевтың 31-ші қара сөзі: естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені көргенде көңілденіп ғибрат алу керек, көңілденіп тұшынып ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені бірнеше уақыт қайтарып ойланып көңіліп бекіту керек. Төртінші, ой кеселі мәселеден қашып болу керек. Кез болып қалса салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз, салғырттық, ойыншы, күлкішілдік, бір қайғыға салыну, бір нәрсеге құмарлық пайда болған секілді. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратуын нәрселі. Құнанбаев 6-шы сөзі: еселді жалқау қылжықпас, әзір тамақ, әзір ас, сыртын пысық, ішін ас, артын ойлап ұялмас. Болып жүріп тірімін деме, онан да Алла жіберген ақ бұйрықты, өлімінің өзі артық. Абай Құнанбаев жолын таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге ашық бол. Адам болам десеңіз, өмірін тілеуің алдымда, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еңбек білсеңіз, ес дұшпанын білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым біліп қой. 5 асыл іс көрсеңіз, жамандық көрсең нәпіретін.